Assalamualaikum dostlar. 24-нче сұрақ. Дүниежүзі тарихы. ОБТ тест талдау. Көп жауапты нұсқа. Эфталит мемлекетіндегі ірі қала немесе қалалар жауаптары: Тахти Сангин, Сейстан, Айханум, Үргеніш, Гандхар, Хорасан, Қараша және Кейкобат деген жауаптар тұр екен. Жалпы осы қалалардың қайсысы эфталит мемлекетіне тиесілі? Эфталит мемлекеті туралы мәліметтер берейік, кейін тоқталамыз. Эфталит мемлекеті жалпы аққұндар деген екінші атауы, яғни 5 және 6 ғасырлар аралығында Орта Азия, Ауғанстан, солтүстік батыс Үндістан және шығыс Түркістан жерінде эфталит яғни аққұндар тайпалық бірлестігі құрылды. Яғни ғұндардың бір түрі. Негізгі иеліктері шығыс Иран, Тоқарстан және шығыс Ауғанстанда орналасқан. 437 жылы жазылған Қытай деректерінде эфталит хиони тайпаларын Тұрфан, Ташкент, Ферғана, Тоқарстан жерлерінде көп кездестіру болатыны айтылған. Эфталит тайпалары 5 ғасырда әскери саяси жағынан бірігіп, Ауғанстан аумағында ірі мемлекет құрды. Тіпті кейбір деректерде осы эфталиттер Еуропаға дейін барғандығы туралы айтады. Яғни ғұндарға почти Еуропадағы негізгі ірі өзгеріс сол уақыттағы ғұндардың Еуропаға келуі, яғни ығыстыруы. Енді қараңыздар. Алпы эфталиттер 460 жылы солтүстік Үндістанды, 484 жылы эфталит патшасы Перос Сасаниттік Иранды бағындырды. Сасаниттік Иранның Сасаниттер әулеті ол уақытта Иранды билеп өтті. Одан кейін Үндістандағы Гупта мемлекетінің ірі қаласы Гандхарды бағындырып, Синд, Раджастан, Диса, Ганга өңірлерін үстемдік жүргізді. Яғни Азияны толыққанды жаулауға көшті. Одан кейін 493-508 жылдар Тұрфан мен Қарашарды алып, шығыс Түркістанды толық жаулап алды. Ресми астанасы Құндыздың жанындағы Бадиян қаласы болды. Міне, негізгі астанасы Бадиян қаласы болды. Сөйтіп эфталит мемлекеті орталық Азияда бір орталыққа бағынған күшті мемлекетке айналды. Енді біздің сұрақтың жауабы мына жерде тұр. Ірі қалалары Кейкобат, Сейстан, Гандхар дейді. Кейкобат, Сейстан, Гандхар. Жауап ретінде қарап қойық. Кейкобат міне тұр. Гандхар. И жауабында Сейстан. В жауабында тұр екен. Демек біздің жауабымыз дұрыс жауап В, Е, яғни Х немесе H жауаптары болады екен. Қоғамдық құрылыс патриархатты қатынас болды. Яғни билік әкеден балаға, атадан балаға қалып отырды. Қоғамдық құрылысы патриаттық. Одан кейін меншіктері жерге меншік орын алған. Яғни жерге меншік не айтамыз? Феодализм, яғни жерге қарым-қатынастық қалыптасқан қоғам. Шаруашылығы, мал шаруашылығымен айналысып, жылқы, қой өсірген, отырықшылық шаруашылықта басым болды. Эфталиттер тілінде жазылған Иран тілінде сөйленді, яғни тіпті мына сақтарды кезінде Иран тілімен сөйледі деген деректерді кездеседі. Одан кейін бұл ескерткіштердің көбі эфталит мемлекетінің мәдени ескерткіштері көп сақталған. Бұл ескерткіштердің көбі Будда дінінің ғибадатханасы және храмдар болып келген. Енді оңтүстік Азияны толыққан жаулауға көшкеннен кейін түсінікті. Ганг жерлерінде болған ежелгі мәдени ескерткіштердің орталығы Герат қаласы. 545 жылы эфталит мемлекетінің ішкі қыртыстың шығуын пайдаланған Иран патшасы Құрсау біраз бөлігін басып алады. Яғни 563-67 жылы Орта Азияда Амудария, Сырдария аралын бағындырады. 588 жылы Сасани қолбасшысы Бахрам эфталит мемлекетін толық жаулап алады. Яғни эфталиттер мемлекеті кімдерден жеңілді? Сасаниттерден, Сасани әулетінен, Ирандағы. Иран мен түріктер эфталит жері үшін ұзақ мерзімге соғысады. 590 жылы Бахрам патша Термез қаласының таққа отырды. Және де бірақ түріктермен соғыс кезінде Бахрам патша қайтыс болып, орнына екінші Құрсау 596-27 жылы басқарып, оның тұсында Иран мемлекеті әлсірейді. Орта Азия толығымен түріктердің қол астына өтеді. Енді тарихты кішкене түсініктіре болу үшін айтайық. Алғашқы шамамен 3 және 5 ғасырларда біздерге ғұндар келеді. Ғұндар тарихта батысты игеруді, яғни ғұндар Қазақстан жеріне келгеннен кейін екі тарап кетеді. Бір тарапы яғни Еуропаға қарай көшсе, яғни екінші бір тарап оңтүстікке қарай бет алады. Сол уақытта міне көріп тұрғандарыңыз оңтүстікте Азияны толыққан жаулауға кіріседі. Бірақ кейіннен Азияны жаулау әсерінен кейін Иран күшейеді, сасаниттер алады, одан кейін түріктер, одан кейін арабтар келеді тарихқа. Осындай, яғни ештеңе мәңгі емес. Қарапайым мысал, ең мықты деген империялардың өзі түбінде құлағанда, мысалы 600 жыл болған Осман империясы болсын, бір ғасырға жуық болған Шығыс Рим империясы болсын, қандай мықты мен деген империялардың бәрі түбінде құлады. Тарих болған, тарих куә.